Сәлематсыздар ма, балалар? Орнымыздан тұрайық. Өте жақсы, отыра қойық. Балалар, қазір қандай сабақ? Математика. Сабаққа дайынбыз ба? Я, олай болса сабағымызды бастаймыз. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктемде ауа райы қалай өзгереді? Жел болады. Сосын жаңбыр жауады. Я, күн ашық болады, күн жылынады. Жақсы балалар, олай болса, осы көктем мезгілінің ауа райын өзіміз қимыл әрекетпен білдірейік. Міне, қане бірге орындайық. Орнымыздан тұрамыз. Менімен бірге жаттығу жасаймыз. Дайынбыз ба? Бастаймыз ба? Ал бастайық. Жарас маған қарап тұра ғой. Ал бастаймыз. Далада жел тұрды. Алақанды үйкелейміз. Бәріміз. Жаңбыр тамшылай бастады. Дыбыс шығып тұр ма мен? Тық, 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 тық. Жаңбыр күшейе бастады. Нөсер қатты төкті. Жаңбыр басыла бастады. Не? Жаңбыр сейілді. Жел басылды. Күн ашылды. Өте жақсы балалар. Ұнады ма жаттығу? Осындай көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Көктем белгілерін атайықшы. Көктемде жаңа айттық. Күн жылына бастайды. Сосын күн ұзарып, түн қысқарады. Адамдар жеңіл киіне бастайды. Я, ағаштар бүршік жарып, жапырақтар шыға бастайды. Солай ма? Жер көктейді, құстар қайтып келеді екен. Өте жақсы. Олай болса, балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Келе ғой, Мұхаммед. Көктем мезгілін таба ғой. Бойың жетпей тұр ма? Көмектесейін. Өте жақсы. Көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар. Әр жыл мезгілінде 3 айдан болады. Ал көктем мезгілінің айларын атайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Қазір қай ай? Сәуір. Келе ғой. Келе ғой, Ақтілек. Сәуір деген. Таба ғой. Қайсы сәуір деген? Міне сәуір. Астына қоя ғой. Өте жақсы. Балалар, бүгін сәуірдің нешесі? 29. Кім табады 29 деген санды? Келе ғой, Кәусар. 29. 2-9. Өте жақсы. Ал балалар, аптаның қай күні? Екінші күн? Сейсенбі. Ой, молодец, келе ғой. Жарайсың. Сейсенбі. Қайсы сейсенбі? Міне, сейсенбі. Ал, ауа райы бүгін қандай балалар? Ашық. Солай ма? Күн ашық. Ал кім қояды? Мен. Келе ғой. Күннің суретін таба ғой. Нана. Өте жақсы. Балалар, бүгінгі. Сонымен бүгін сәуірдің 29-ы сейсенбі екен. Балалар, біз қай қалада тұрамыз? Ақтау қаласында. Қараңдаш, көркем, әдемі, әсем Ақтау қаласында тұрамыз екен. Міне, ол қай жерде орналасқан? Маңғыстауда, Каспий теңізінің жағасында орналасқан. Ал енді балалар, мен сіздерге Маңғыстау киелі мекенім деген тақырыпта бейне жазба дайындап келдім. Мұқият қарайық.
балалар, жақында біздің Ақтау түрік әлемінің мәдени астанасы атанды. Бұл 5-ші сәуір күні болды. Ал бұл кім? Димаш Құдайберген. Қазақстанды әлемге танытқан жас әнші Димаш Құдайберген адай күйін тартып жатыр. Ал мынау балалар біздің Айрақты тауы. Қараңдаршы, түйелер. Ал балалар, биыл жаңбыр көп жауғандықтан саңырауқұлақтар шықты. Міне, мен саңырауқұлақ тердім балалар, қараңдаршы. Балалар, сендер саңырауқұлақ жинағыларың келе ма? Я, саңырауқұлақ жинау ойынын ойнаймыз. Дайынбыз ба? Ал маған қараймыз, мұқият. Сіздерге мынандай ойын дайындап келдім. Осы саңырауқұлақты мына себетке салуымыз керек. Мына жерде диктофон. Осы диктофонды басамыз. Диктофонды басылған кезде санның құрамы айтылады. Сол санның құрамын мұқият тыңдаймыз. Сол санды тауып, мына саңырауқұлақтардан. Сосын себетке саламыз. Түсінікті ма? Ал, кім шығады? Ал, Ақтілек келе аға. Ең бірінші қол көтерді. Мұқият. Балалар, шуламаймыз. Бас. 4 және 3 бұл 7 санының құрамы. 4 және 3. Ал, табағы 4 деген сан қайсы? Тағы сосын 3 дейді. Маған көрсетегі қолыңа ұстап тұр. Маған қара. Міне, 4 және 3 дұрыс па балалар? Айтағы. 4 және 3 бұл 7 санның құрамы. Өте жақсы. Салағы. Балалар дұрыс. Енді Ақтілеп бергелі ғой. Балалар, мен сендерді бағалау үшін мынандай әдемі қоржын әкелдім. Бұл қоржын асықтарға толы. Дұрыс жауап берген балаларға мен қоржыннан асықтар беріп отырамын. Және сабақ соңында сол асықтарды санай отырып, өздеріңді бағалап, сабақ соңында жеңімпаз анықтаймыз. Және сіздерді марапаттаймын. Міне қоржынды алдарыңа қоям. Ең бірінші асықты кім жеңіп алды? Ақтілек. Міне Ақтілек қоржыныңа салағы. Құтты болсын. Қоржындарың асық қатылсын балалар. Өте жақсы. Ал енді кім шығады? Үйрендік па? Кел Мұхаммед. Мұқият тынышталайық. Кел ғой. Бас. 1 және 6 бұл 7 санның құрамы. 1, 6 деді. Ал айта ғой. 7 санның құрамы. Өте жақсы. Қоя ғой. Ал мен сенден не беремін? Асық. Асығыңды ала ғой балам. Ал кім шығады тағы? Ғибрат келе ғой. Ал. Тыңдайық, мұқият. Шуламаймыз балалар. 2 және 5 бұл 7 санның құрамы. Ая, сосын 5. 5. Екіні ұста. Сосын мына екіні ұста. Дұрыс. Енді маған қарап айта ғой. 2, 5, 7 санның құрамы. Өте жақсы. Мә, асығыңды ала ғой. Кім шығады? Кел, Кәусар. Ол тез. 5 және 2 бұл 7 санның құрамы. 5 және 2. Таба ғой. Дұрыс. 2. Ала ғой. Көрсете ғой. 5, 2. Өте жақсы. Сала ғой. Тағы. Айта ғой. 6 және 1 бұл 7 санның құрамы. 6. Бір дұрыс айтасың, міне ұстады бір. 6 қайсы? Міне, ұстай ғой. Мынаны ұстай ғой. Маған қарай. 6, мынау неше? 1.
қоя ғой. Өте жақсы. Мә, келесі. Айдана келе ғой балам. Асыңды қоржыныңа сал. Міне, бас. 3 және 4 бұл 7 санының құрамы. Иә, 3-4 дейді. 3, сосын 4. Иә? Маған қарай ғой. 3, 4. Дұрыс па балалар? Иә, өте жақсы қоя ғой. Бәріміз тапсырманы орындадық қой, солай ма? Жақсы балалар. Енді балалар қоржынымызды қоямыз, тиіспейміз. Енді балалар нейро жаттығу дейді. Біз жаңа айттық, 1-ден 7-ге дейінгі сандарды тура және кері санай білеміз деп. Олай болса нейро жаттығуды орындаймыз. Міне алдымызда 1-ден 7-ге дейінгі сан бар. Стаканды ұстаймыз. Енді мен санды айтам, сол санның үстіне не істейміз? Стаканмен басамыз. Солай ма? Ал, мұқият тыңдайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-де тыныстаймыз, кішкене дем аламыз. 7-де дем аламыз. Енді кері санаймыз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы. Бір-бірден асық беремін. Асықтарыңызды қоржынға салып қоямыз. Балалар, біз сонымен қатар 7 санына байланысты бірнеше ұғымдармен таныстық. Қарайық. Кім шығады? Атаулар таныспай. Келе ғанқа, Ақтек. Айта ғой. Дүйсенбі, сенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі. Бұны бір атаумен қалай айтамыз? 7 күн дейміз. Жалпы қазақта балалар 7 саны қасиетті сан. Бір аптада 7 күн бар екен. Келесі. Келе ғой. Бірінші. Бері тұр. Бидай, 2 тары, 3 сүр ет, 4 бұршақ, 5 сүт, 6 су, 7 тұз. Бір атаумен не дейміз? 7 дәм. Бұл 7 дәм қай мезгілде пісіріледі? 7 дәм қосылып, бір әдемі көже пісіріледі. Наурыз көже. Біз жақында наурыз тойын толадық, солай ма? Сонда әжелеріміз наурыз көже пісірді ма? Дәмді ма? Өте жақсы. Бүгінгі жаңа сабағымызда ертегілер еліне саяхатқа шығамыз. Ертегі тыңдағанда ұнатасыңдар ма? Ал қандай ертегілер береміз? Бауырсақ, сосын? Сосын. Ал мен сіздерге бүгін 7 лақ деген ертегі дайындап келдім. Мұқият әуелі тыңдап көреміз. Ертеде орманда бір ешкі 7 лағымен өмір сүріпті. Әр күні таңертең ешкі орманға барады екен. Ол жерден таза су ішіп, шөп жейді екен. Ешкі кетісімен оның лақтары есікті жауып, ешкімге ашпай үйде отырады. Аналары келген кезде есікті қағады да оларға әндетеді. Лақтарым, шырақтарым, есіктеріңді ашыңдар. Бұл мен, сендердің аналарың сендерге сүт алып келді. Қорықпаңдар. Дейді екен.
Сөйтіп балалары анасының дауысын естігеннен кейін есікті ашады. Аналары лақтарына тамақ береді. Сөйтіп күнде таңертең ол осылай орманға кетеді екен. Бір күні ешкі үйінен шыққан кезде оны қасқыр көріп қояды. Сонымен есіктің қасына келеді де өзінің жуан даусымен лақтарым, есікті ашыңдар дейді. Достарынан көмек сұрайды, өзінің жағдайын айтып береді. Екі досы қасқырдың ізімен отырып, оның апанына барады. Сол жерде қасқырдың от дайындап отырған жерінен түседі. Сөйтіп оны ұрып соғып, лақтарды босатады. Содан кейін қасқыр жаралы болып орманнан қашып кетеді. Ешкі болса өзінің лақтарымен қауышып, мәз-мейрам болады. Бұдан бұлай балаларын жалғыз қалдырмаймын деп өзіне уәде береді. Жақсы балалар, жеті лақ ертегісі ұнады ма? Өте көңілді аяқталды. Ешкі лақтарын қасқырдан аман есен құтқарып қалды. Бірақ ешкінің уайымы бар екен балалар. Ойлайды, менің лақтарымды қасқыр келіп тағы алып кетем екен деп. Ал сіздерден көмек сұрайды ешкі. Маған көмектесіңдерші дейді. Көмектесеміз ба? Ал олай болса қасқыр былай дейді. Мен сендерге бірнеше тапсырма дайындап келдім. Егер менің тапсырмаларымды дұрыс орындасаңдар, мен лақтарға тиіспеймін дейді. Олай болса қасқырдың тапсырмаларын орындауға дайынбыз ба? Я, менің мейірімді балапандарым әрқашанда көмек тесуге дайын. Олай болса, балалар, қазір қасқырдың бірінші тапсырмасы. Мен мұқият оқайын, сіздер таңдаңыздар. Ешкіде неше лақ бар сана дейді. Неше лақ бар ешкіде? 7. Міне, кім санайды? Ретімен санау керек. Кел, Кәусар, кел оғы. Лақтарды ретімен тақтаға қоя ғой. Бәріміз бірге санайық. 1, 2, мына жерге. 3, 4, бірге санаймыз. 5, 6, 7. Дұрыс балалар. 7. Балалар, мына санды көріп тұрмыз. Санды цифрмен белгілейміз, цифрды көреміз және жазамыз. Өте жақсы. Келесі. Мына қасқырдың екінші тапсырмасы жаңа сабақ. Сондықтан мен қазір сабақты түсіндірем. Мұқият бірге орындаймыз. Түсінікті ма? Шотта 4 тас сал. Тағда 3 тас қос. Тастар көбейді ме? Азайды ма? Ал енді олай болса, алдарындағы шотпен бірге жұмыс жасаймыз. Міне, шотымды қояйын сендерде. Шоттарымды дайындайын. Ал. Ал енді, не қыл дейді бірінші? Шотта 4 тас сал дейді. Ал бірге саламыз. 1, 2, 3, 4. Ал қарап шығайын мен. 4 болды ма? Болды, 4-еуін саламыз. 4-еуін, тек қана 4-еуін. Қайсы? Ғибрат. 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді балалар, тағда 3 тас қос дейді. Ал қосамыз қасынан. 1, 2, 3. Ал қарап шығайын. 3 тас қостық па? Қайсы? Жарас, өте жақсы. Қос. Мұхаммед, қос міне. Ал енді қараймыз. Балалар, шотта тас көбейді ма, азайды ма? Көбейді. Енді неше болды екен? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал енді балалар екінші қосуға мысал құрастыр және шығар дейді. Алдымыздағы цифрлар касын алдымызға қоямыз.
цифрлар кассасын алдымызға қоямыз. Алдымызға аламыз цифрлар кассасын. Енді балалар жаңа бірінші 4 тас, сосын 3 тас салдық қой. Олай болса, мен кеспе сандармен жазам, сендер бірге ілесіп жазасыңдар. Бірінші шотта 4 тас сал дейді. Бірінші 4 деген сан шығарамыз. Шығардық па 4? Алдымызға қоямыз. Енді қосу белгісін табамыз. Қосу белгісін табамыз. Қосу белгісін табамыз, міне. Қосу белгісін таптық па? Енді тағы неше тас қостық балдар? 3 санын табамыз. Міне, алдың қара. 3 санын табамыз. 3 санын таптық па? Өте жақсы. Енді тең. 4-ке 3 қосқанда неше болды? 7. 7 санын қоямыз. 7, дұрыс. 4 қосу 3 тең 7. Бәрінде осылай жазылды ма? Қарайық мұқияттағы да. 4 қосу 3 тең 7. Енді оқиық. Ақтілік оқиғы. 4 қосу 3 тең болады 7. Дұрыс. 4 қосу 3 болады 7. Дұрыс. 4 қосу 3 тең болады 7. Дұрыс. Жарас оқы. 4 қосу 3 тең 7. Өте жақсы. Бәріміз жақсы тапсырма орындадық. Олай болса, бір-бір асықтарыңды таратып беремін. Қоя ғой. Қазір кастымен тағы да жұмыс жасаймыз, теме. Қасқырдың 3-ші тапсырмасы балалар. Партаға 5 дөңгелекті қой. Тағы да 2 дөңгелек қос. Дөңгелектер көбейді ме, әлде азайды ма дейді. Балалар, менімен бірге жұмыс жасаймыз. 2 түрлі дөңгелек тұр алдарында. Міне, мынау қандай түс? Қызыл. Ал мынау? Жасыл. Олай болса, бірінші қызыл дөңгелекті санайық. 1 қоямыз алдымызға. 2 3 4 5. Міне, партаға 5 дөңгелек қойдыңдар ма? 5 қызыл дөңгелекті қойдық па? Міне, алдымызға 5 қызыл дөңгелек тұр. Енді тағы да 2 дөңгелек қос дейді. Мынау қандай түс балалар жаңа айттық? Жасыл. 1 2. Ал қарайық. Дөңгелектер көбейді ма, азайды ма? Көбейді. Енді санайық. 1 санаймыз. 2 3 4 5 6 7. Енді балалар екінші тапсырмасы қосуға мысал құрастыр дейді. Ал қарайық. 1 2 3 4 5. Неше деген сан қоямыз? 5 деген санды кестеден табамыз. Мен де табайын, сендер де табың. 5. Міне алдынан қой. 5. Қосу белгісін қоямыз. Қайсы қосу белгісін көрсетіңдерші? Қайсы қосу белгісі көрсетші? Өте жақсы. Қосу. Енді неше қосамыз балалар? Неше дөңгелек? Жасыл неше дөңгелек? Жасыл нешеу? Қарақ. Неше? 2 деген сан табамыз. 2. Тең белгісін қоямыз. Өте жақсы. Ал неше болды балалар жаңа? Неше болды бәрін қосқанда? 2 3 4 5 6 7 санын қоямыз. 7. Өте жақсы міне. Ал енді оқуға дайындалып отырамыз балалар. 5 қосу 7. Өте жақсы. Каусар. 1 қосу 2 7. Дұрыс. Балалар,
Сонымен бәріміз бір қайталайық. 5 қосу 2 тең 7. Өте жақсы. Балалар қазір жұмыс дәптерімен жұмыс жүргіземіз. Мұхаммед пен Інка Ақтілек тақтадан көшіреді. 4 жазынан 7. Өте жақсы. Қарайық. Кім жазып болды? Дұрыс. Өте жақсы. Таза, әдемі жазған екен. Кәусарға да бір. Балалар, орнымыздан тұрап, сергі тейіп алайық. Тұрамыз. Қазір гүлге су қоюын ойнаймыз. Балалар тақтаға қараңдаршы. Мен бөлме өсімдіктерін міне 1-ден 7-ге дейін ретімен қойдым. Ал менің қолымда балалар су құйғыш бар. Су құйғышта сандар жазылған. Осы сандарды сәйкестендіріп гүлге су құямыз. Өте жақсы. Бұл жұптық жұмыс. Балалар, мен сендерге су құйғышты беремін. Сол су құйғышты ойланып отырып, өздерің ақылдаса отырып табасыңдар. Жақсы ма? Сендерге үшеуін берейін. Таста. Ал, кім дайын? Мен! Келе ғой. Бес. Өте жақсы. Келесі. Үстіне қой. Өте жақсы. Келесі. Келе ғой. Дұрыс. Өте жақсы. Қоя ғой. Дұрыс. Енді. 4. Өте жақсы. Мә, асықтарыңды ала қойын балалар. Оқулықтағы 7-ші беттегі 4-ші тапсырманы қараймыз. Сауытта неше гүл бар еді? Қыз бала тағы неше гүлді сауытқа салды? Неше гүл болды? Мысалды құрастыр және шығар дейді. Міне, мына сурет. Көріп отырсыңдар ма оқулықтардың суреттерін? Ал, сауытта неше гүл бар? 3. Ал, қыз бала неше гүл салды? 3. Неше гүл? Қара, санаң. Неше? 2, 3, 4. 4. Келе ғой, Кәусар. Міне. Мына жерге қойайын да. Ал, неше гүл салды? Санап сала ғой. 1, 2, 3, 4. Сауытқа сала ғой. Гүл көбейді ма, азайды ма балалар? Көбейді. Көбейді. Балалар, үйге тапсырма оқулықтағы 7-ші беттегі 3-ші тапсырманы орындап келеміз. Балалар, енді бүгін жаңа сабақ басында айттым. Сіздерге асық тараттым. Қоржындағы асықтарды аламыз, санаймыз. Ал балалар, кім қанша асық алды, мына белгіні сол жерге қоямыз. Жақсы ма? Ал, белгіні қояйық бір-бірімізге. Қой. Қойдық па? Ал, 7, 7, 6, 7. Ал, сен алғырсың. Кел, Ақтілек. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысып, алғылығыңды танытқаны үшін саған марапат және Қазақстан шоколады. Келесі. Тамаша. Кел. Кел, Кәусар. Бәрекелді, жарайсың. Тұра ғой ана жерге. Жарайсың. Кел.
Балалар, бүгін сабаққа өте жақсы қатысыңдар. Бәрекелді. Қол шапалақтайық.